Қарақұмық жоғары тағамдық құнарлығы бар және денсаулыққа пайдалы дәнді дақыл. Оның диеталық әсері бірнеше негізгі факторларға байланысты. Біріншіден, төмен калориялылық және жоғары қоректік құндылық. Қарақұмықта көмірсулар мөлшері орташа болғанымен, оның құрамында күрделі көмірсулар бар. Олар ағзада баяу қорытылады. Бұл қандағы қант деңгейін күрт көтерілуіне жол бермейді және ұзақ уақыт тоқтық сезімін сақтайды. Екінші, жоғары ақуыз мөлшері. Қарақұмық өсімдік негізіндегі ақуыздың тамаша көзі. Оның құрамында 18 амин қышқылы, оның ішінде ағзаға қажетті маңызды амин қышқылдары бар. Үшінші, талшыққа бай. Құрамындағы диеталық талшықтар ас қорыту жүйесін жақсартады, іш қатудың алдын алады, зат алмасуды тездетеді, токсиндер мен зиянды заттарды шығарады. Төртінші, қандағы қант пен холестерин деңгейін төмендетеді. Қарақұмықтың құрамындағы рутин қан тамырларын нығайтады және қандағы артық холестерин деңгейін азайтады. Сонымен қатар оның гликемиялық индексі төмен болғандықтан қант диабетімен ауыратын адамдарға да пайдалы. Бесінші, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қарақұмық диетасы арықтауға көмектесетін танымал әдістердің бірі. Ол аштық сезімін азайтады, калория тапшылығын жасауға көмектеседі, майдың жиналуына кедергі келтіреді. Алтыншы, дене энергиясын арттырады. Қарақұмықтың құрамында магний, темір, фосфор және В тобының дәрумендері бар. Бұл заттар дененің қуатын арттырып, шаршауды азайтады. Жетінші, глютенсіз өнім. Қарақұмық глютенсіз болғандықтан, оны целиакиямен ауыратын адамдар және глютенге аллергиясы барлар тұтына алады. Қарақұмық денсаулыққа өте пайдалы дәнді дақыл. Оның құрамында көптеген дәрумендер, минералдар және пайдалы микроэлементтер бар. Қарақұмық жалпы иммунитетті көтереді деп айтсақ та болады. Қарақұмықта ағзаны вирус пен инфекциялардан қорғауға көмектесетін минералдар мен дәрумендер көп. Сонымен қатар антиоксиданттар ағзадағы еркін радикалдарды бейтараптандырып, жасушалар мен тіндерді қорғайды. Сонымен қатар қарақұмықтың құрамындағы микроэлементтер терінің жағдайын жақсартады. Ол терінің серпімділігін сақтауға, қабынуларды жеңілдетуге және жалпы тері саулығын қамтамасыз етуге көмектеседі. Қарақұмық денсаулықты жақсартуға арналған құнды өнім, бірақ оның денсаулыққа пайдасын максималды түрде алу үшін оны дұрыс әрі теңдестірілген тамақтану жүйесінде қолданған жөн. Қарақұмықты диеталық мақсатта қолданатын болсаңыз, одан ботқа жасаған пайдалы. Ботқаны суға немесе сүтке жасауға болады. Қарақұмық сорпасын дайындасаңыз, асқазанға өте жеңіл. Және көкөністерді аздаған майға қуырып, су құйып қарақұмықтан бұқтырма жасап пайдалануға болады. Қарақұмық салмақ тастауға, ас қорыту жүйесін жақсартуға, жүрек қан тамырларын нығайтуға көмектесетін тамаша диеталық өнім. Оны дұрыс қолдану арқылы денсаулығыңызды жақсартып, өзіңізді сергек сезіне аласыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.